Селем алейкум, урметлі серджелер. Бу UATV студияда Украина хаберлері. Бүгін июльнің 11-і салы күні. Украина девлет сынырындан кечкен четел ватандашлары үшін биометрик незаретні көрсеті. Илке веля Русиялелерге айт олачак. Буны президент Петро Порошенко Милли Мудафа вехавсызлық шурасында топлашывында білдірді. Незаретке пармақ излерінің алынмасы ве фотосуретнің чықарылмасы кере. Бу дей девлет башы терроризм или күрешке ярдым етер. Мути насип весиқалар енді азыр. Невбеттеки адым сыныржыларға биометрик малюматларының қайдетілмесіне керек олған донатывның бермектір. Це питання пов'язані саме з посиленням. Бу әрекетлер Украина давлет хавсызлығыны артырмақ зарретіне бағлы. Яқында олған терактлардан бе Русияның мелес женки черчевесінде исітілген истелядан сон. Диверсант, женкеверлер, ведек, джесуслар сынырымыздан сақты весекалары ве мемлекетімізге қаршы құланылған насылдыр бір дегер васталарының ердімінен кечіп олмасын деп. Бойле бір жидди режим керсетіле. Русия кене ось аскеранден вазгечті. Мудафа назерлігі ордуда мұқавележе Виктор Агеевнің қызмет етмегеніні білдіре. Тутумға да бұлтыр чыққан еді. О вақыттан бәрлі команданылықтан кемсе оны көрмеді. Яқаланғанның айтқанына білем бақмадан Украина телеканалына берген интервьюде Агеев Новочеркаскта қызмет еткенінің білдірген еді. Мартта қызметке мұқавелені имзалады ве 4 күнден сон оны Донбассқа йоладылар. Белеке Виктор Агеевны Украин арбейлері июнь 24-інде Луганск вилаятында яқалады. Шымды Старобельскте СИЗОда болуна. Русия стилясы нәтижесінде Украина ичке ғайры Софи мақсулатының 16% жойды. Бұны баш назир Владимир Гройсман білдірді. Үкімет башы дегені кебі әр ел мемлекет Мудафа ве хавсызлыққа ичке ғайры Софи мақсулатының 5% айыра. Амма Кремль стилясының ән мифи ақыбетлері ерлі әлі ве Украина арбейлері арасындаки телефлердір. Қабаржылықны енмек ве үкіметтің халық огунды әсаплавыны арттырмақ. Бұл НАТО баш кетебінің Украин саясетчілеріне эсас месседжларындан бірідір. Юқары рады да чықышта бұлынып, Йенс Столтенберг Украина тақдиры үшін илкі веля депутатлар үкімет ве президентінің месул олғаныны қайт етті. Альянс әр анги вастанен ярдым етмеге азыр. Силялы құветлерінің земаневелештіруынден башлап, Русиядан энергетик мұсаққылегіне қадар. НАТО Украинаға саяси виамели дестекні бере. Былтыр Альянс Украинаға Мудафа ярдымы бойынша весиқаларны ұйғылаштырған еді. Бүгін Киевде ислетларны көрсетмеге ярдым еткен темсілжіміз бар. Силалы құветлер üzerinde незаретні, командалық ве арбейлер üzerinde идари системасыны мүкемелештірмек үшін. Бұның әлі арби қызметшілерні огритув кейфетні елештірмек. Ве энергетик инфраструктурасыны қол тұтмақ үшін. Бұндан да ғайры Украинаға Русия кибер ұжымлеріне қаршылық көстермесінде ярдым етмек үшін. АКФ Русияге қаршы яны жазаларының көрсетілмесіне қол тұта. Фақат Америка Қошма Штатлары президентінің векелетлеріні сынырламағы есіне қаршы чықа. Америка Қошма Штатлары мемориеті янында қанун чықары жемеселелер бойынша мудир Марк Шортның айтқаны кебі, Русия ве Иранға қаршы иқтисади санкцияларының пакеті президент итибараны сынырлай. Қанули ихасына көре, түр саясет бойынша векелетлер Конгресс азаларына кече. Білдіря Шортның сөзлеріні Вашингтон Пост нешірі. Хатырлатам, Америка Қошма Штатларының Сенаты июнның 15-інде президент сайлавларына қарышқан Русияге қаршы жазаларыны таздықлап, айны вақытта президентінің жазаларыны лягу етмек аққыны сынарлады. Қанунның амелге кечірілмесі үшін оны Америка Қошма Штатлары Конгрессінің темсілжелер палатасы қабыл етмек ве sonra президент Дональд Трамп имзаламақ керек. Визасының бір айы. Бұл вақыт içinde биометрик паспортлары олған 95 bin Украин ватандашы Авропа бірлігіні зиярет етті. Бұны девлет сыныр қызметінде білдірелер. Оларының учте бір қысымы сынардан машиналар вастасынен кечті. Әр үшінші Украин ватандашы Полонияға кете еді. Авропа бірлігі территориясына әлі инсаны көрсетмеділер. Эсас себеп инсан зиярет мақсады ве Шенген зонасы мемлекетлерінде бұлыну шартлары
сұрақларыны анлатып оламады. Хатырлатам, Авропа бірлігі мемлекетлеріне украинлер июнін 11-ден визасыз бара біле. Анда 180 күнде 90 күнде вамында бұлынмаға мүмкін. Газ фияты бұл қыздыру мевсімінде денішімес. Әралда бұна себеп yok. Бұны Украина энергетика ве көмір санайысы назерлігінде білдірелер. Амма Нафтогаз девлетінің имтиязлар бойынша боржым $900 миллион тешкіл еткені аққанда білдіре. Баш назер Владимир Гройсман вада еткені кебі субсидияларға қошма вастаны назерлер кабинеті девлет бюджеттен айырajak. Кремль незарет алтында олған махкеме ақтемчий гозның іші бойынша шатны дінлемеге истемей. Бұны адвокат Николай Полозов білдіре. Қырым мұсылманларының муфтисі Эмирали Аблаев әса шатыр, дей оқу құруйжылар. О, 2014 сенесі февраль вақиялары ақында мұйым делилеріні бере біле. Русия низам құруйжылары чигозны 2015 сенесі январь айында тұтты. Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтув митингінде іштірак еткені үшін. Оны күтлевей низамсызлықның тешкіл еткені ве Русия топрақ бүтінлігінің бозылуына чағырғынында қабатлайлар. Бірлік трені Ғарби Украинаға келіп чықты. Яш Украин ватан перверлерінің невбеттеке турағы Львив елеті спрейня койы. Анда олар бойсун мағанларының ойынлары бірінші бұтын Украин арби спорт ярышларында иштирак етежек. Саяхатның мақсады Украина чешіт көшелерінде яшаған ватандашларының бірлештірмек. Трухановска Сич Украина бірлігі трені бұтын Украин акциясы Украина президентінің қол тұтуы еле жемаат ве гонулилер тешкелатларының тешебесінен тешкел әтілген еді. Шымды спринев гекетемас. Он не вбеттеки тоқтав еремаздыр. Анда еді күн деваманда олачақмыз. Мемлекетте тәртіп низамның олмасыны, инсанларның оз мемлекетіні севгенini isteyim. Украина күреші бұтын Авропаның күрешідір. Данимарка тұш ішлер назирі Андерс Самуэльсонны дегені кебі мемлекеті Украинаға Русия істелесі иле күрешінде қол тұтажақ. Ве дейкі 2014 сенесінден Данимарка украинлілерінің сербест ве муафақиетлі мемлекет аққыны фаал сүретте қорчалай. Украина кемиетінің әсас вазифесі мемлекетті ислатларының кечірілмесі ве қабаржылық иле күрештен ибареттір. Украинаға Авропа ве халқара дестігі керек деп қайдеті Самуэльсен. Карпатлар ве Подольяның бик ве реликт орманларыны ЮНЕСКО бұтын дүния сабылығы жедвелене кірсеттілер. Бұ қарарны Краковда кечірілген тешкелят комитетінің сессиясында қабул еттілер. Жедвелге Горганлар, Росточье, Сатанов, Дачасы ве Синевир орманлары кірді. Украина Авропа волейбол лигасының музаферыдыр. Екенжі финал матчында қадынлар тақымы Финляндия командасыны енді. 3-1. Бірінші сәтте юткузған әділер. Амма сонра Украин қадынлары терезені өз тарафына чекті. Бұл мевсімде Украина озыны Авропаға юксек севиеде костарды. Авропа лигасында әм әркеклер, әм қадынлар арасында ғалебе қазанды. Невбетте Авропа чемпионатының финалым. Бұл сене Гурджистан ве Азербайджанда кечірілежек. Элина Свитолинаның Уимболдан чықышлары сонуна етті. Украина ойыншысы 4-й дәйреде чемпион Ролан Гарресқа юткузды. Латвия ватандашы Елена Остапенко бар күчінен ойнаған еді. Эсап 3-6 еді. Украина ойыншысы карьерасында ilk сефер финалының 8-ші басамағына кечті ве турнир чықышлары үшін аман-аман $200,000 қазанды. Урметлі серджелері будақықыға бұл сонки хаберді адачо хаберлерінің Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз. Көрішкенде.